сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен Сәтбаева Герам. Осы каналда сіздермен тек пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Бүгінгі тақырыпта арест деген не? Арестті кім қояды? Арестті шешу тиімді ме деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Ең бірінші арест деген не? Содан бастайық, иә? Кредит алады. Кредит алып, белгілі бір себептерге байланысты төлей алмаған жағдайда банк сізге 90 күн ішінде хабарламалар жібереді. Телефонмен хабарласады. Сіздер оған ешқандай шара қолданбай, жауап бермей жатқан кезде банк сізден кредиттің ақшасын мәжбүрлі түрде өндіріп алуға кіріседі. Яғни одан бұрын банк сізге сотқа дейінгі хабарлама жібереді. Дәл осы сотқа дейінгі хабарламада барлығы баяндалып жазылып қояды. Яғни сіз бізден алған кредитті төлемесеңіз, сіздің ісіңіз сотқа кетеді, счеттарыңыз бұғатталады деген текстте жазылады. Егер де сіз сол хабарламаға дер уақытында жауап берсеңіз, яғни сіз өзіңіздің не себепті төлей алмағаныңызды растайтын құжаттарыңызды алып банкке барып жағдайыңызды түсіндірсеңіздер, банк сізге қайтадан жаңа график шығарып береді. Егер де сіздер ондай әрекет жасамасаңыздар, банк сіздің тұрғылықты мекен бойынша нотариусқа барады. Нотариусқа барып сізге қатысты сол қарызды өтеп беруге қатысты атқарушылық жазба шығаруға кіріседі. Нотариус ең алдымен атқарушылық жазба шығармас бұрын банктен сұрайды: сіз сотқа дейін хабарлама жібердіңіз бе деп. Банк жіберген дәлелдеп көрсетсе, нотариус сізге қатысты атқарушылық жазбаны шығарады. Дәл осы атқарушылық жазбаны сізге нотариус 3 жұмыс күн ішінде сізге жеткізу керек. Сол хабарлама сізге жеткеннен кейін, сол 3 күн ішінде ешқандай жауап бермесеңіз, яғни сіз атқарушылық парақты алдыңыз қолыңызға, 10 күн ішінде жаңағы нотариуске қарсылық жазып, оның күшін жоюға тырыспасаңыз, ол нотариус сізді 1 ай күтеді. 1 айдан кейін бұл нотариус сізді жеке сот орындаушыға береді сіздің жұмысыңызды. Одан кейін жеке сот орындаушы сіздің счетыңызға арест қояды. Міне, арест қойған кезде сіздің жалақыңыздан 50% тап отырады, біріншіден. Екіншіден, сіздің счеттарыңыз бұғатталады. Үшіншіден, сіздің шетелге шығу мүмкіндігіңіз болмайды. Төртіншіден, сіз ешқандай нотариалдық іс-әрекет жасай алмай қаласыз. Енді жаңағы арестті шешу тиімді ме деген сұраққа жауап берейін. Арестті шешу тиімді. Ең біріншіден, сіз жеке сот орындаушына 25% қызмет ақысын төлемейтін боласыз. Екіншіден, сіздегі барлық шектеуліктер алынады. Яғни, шетелге шығу, нотариалдық іс-әрекетті жасау шектеуліктері алынады. Одан кейін счетыңыз блоктан шығады, жалақыңыздан 50% ұстамайды. Дәл осы артықшылық негізінде счеттарыңызға қойылған аресті уақытылы шешкен дұрыс болады. Жаңағы аресті шешіп болғаннан кейін сіз банкке өтініш жіберу арқылы жаңа график алып, жаңағы төлем қабілетін растатып, сол алған кредитіңізді төлеуге мүмкіндікке ие болатын боласыз. Егер де сіздердің счеттарыңыз аресте болса, маған жазыңыз, аресті шешуге көмектесемін. Және счетыңызда арест бар ма, жоқ па, оны қалай білем дейтін болсаңыздар, реестр должников деген сайт бар. Сол жаққа өзіңіздің иіңізді жазу арқылы қандай арест бар, кім қойды, қанша суммасы шығады, сол туралы білсеңіздер болады. Келесі видеода мен сол туралы толығымен айтатын боламын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Келесі кездескенше.